Аудио эффектті мысалы әрқайсысына келіп тастай салатын болсаңыз, мына жерге мына әртүрлі эффекттер беретін болады. Мысалы, мына эффект бізде музыканы ақырын дауысын басып тастайды. Ақырын осылай өшіп қалатын болады музыкамыз. Мына жерде постоянное усиление дейді. Былай келіп қойсаңыздар, музыкаларыңыз ақырын шығатын болады дауыс. Түрлі осы сияқты эффекттер бар. Өздеріңіз кіріп, қарап, барлықтарын тексеріп ұстаңыздар болады. Келесі бізде видео эффекттер. Видео эффекттердің ішінде әрқайсысының видеосын тоже видеоға салып қосып көрсеңіздер болады. Мысалы, біз мынаны алып келіп, мына видеоға тастай салатын болсақ, видеомыз бізде мынандай эффект болып қосылады. Осылай біз әр кадрға тоже қоссақ болатыны қараңыз. Осындай кадр керек болатын болса, осылай әр кадрға қоссаңыздар болады. Мына ішінде әрқайсысына кіріп көрсеңіздер болады. Мен оны әрқайсысын тоқтамай қояйын қазір. Келесі бізде видео переходтар. Бұл видео переходтар сіздердің видеоларыңыздың бір кадрдан екінші кадрға ауысуға. Осылай әр переходтар әкеп, былай мына жерге тұсқа тастап, екі кадрдың жалғаған жеріне осылай әкеп тастай саласыздар. Мынау тұрған видео переход. Сіздер байқасаңыздар қазір мына бір кадрдан екінші кадрға осылай ауысатын болады. Мысалы, мына жерге мынаны қоя салайық. Мысалы ретінде. Байқадыңыздар ма? Мысалы ретінде мұнда қоя салайықтар. Мына жерде түрлі бар. Мыналық келестерден былай қоя саласыздар. Осылай ауысатын болады кадрларымыз. Түрлі переходтар бар, осылай әрқайсысына кіріп көрсеңіздер болады. Бұл жерде переходтар қатты күшті емес, сіздер қосымша басып алсаңыздар болады. Келесі бөлік бізде аудио. Аудиомен жұмыс істесеңіздер болады. Мына жерде түрлі настройкалар, музыкасын ақырын қойып, бір құлаққа беруге болады. Дауысын көтеріп түсіруге болады деген секілді. Мұнда бөлікте цвет. Видеоның цветмен ойнайсыздар. Мысалы, мына видео мына жерде температурасын түсіруге болады. Или жылы цветке қоюға болады. Осылай реттесеңіздер болады. Екінші бөлікте мысалы былай. Әр бөлікте осылай реттеп отырсаңыздар болады. Мысалы, экспозиция, контрастность жасауға болады. Подсветканы былай қойып реттеуге болады. Тень. Осылай жасасаңыздар болады. Әр кадрға жасайсыздар сіздер. Әр кадрға. Болмаса видеоны сақтап, ең соңында барлық кадрға бір жасасаңыздар да болады. Бұл жерде кадрдың свет, яғни кадрдың түсі. Келесі бөлік бізде графика. Бұл бөлікте сіздер жазу. Видеоға қалай жазу керек болады. Сол жазуларды үйрететін боламыз. Сіздер байқасаңыздар, Adobe Premiere Pro бағдарламасының 2020 жылға нұсқасында осындай терезе пайда болды. 2019-дан бекен осындай терезе пайда болды. Қарасаңыздар, түрлі мына жерде дайын шаблондар бар. Мысалы ретінде біз мына жерге адамның атын жазу керек болатын болса, мұнан әкеп былай мына тұсқа үстіне қоя саламыз. Окей. Байқасаңыздар, мында шықты, мына бөлік. Енді бұның размерін кішкене кішірейтуге болады. Кішірейтуім керек емес екен. Менде қазір монтаж кезінде кішкене қатып жатыр. Осылай қатуы мүмкін монтаж кезінде. Егер сіздердің ноутбуктарыңыздың мықтылығына байланысты. Егер ноутбуктарыңыз мықты болатын болса, ол қатпайды.
Енді біз мындағы жазудың орнын өзгертеміз. Қалай өзгертеміз? Мындағы тұсқа название деген тұсқа келеміз де, адамның атын қоямыз. Мысалы, Айдос. Айдос Оңласбек. Оло. Деп өзгертейік. Мұндағы бөлікті мұндан өзгертсе болады. Мысалы, астына видеомонтажер. Деп өзгертіп қойсақ болады. Окей. Айдос Оңласбекұлы видеомонтажер деп өзгертті. Осылай адамның аттарын жазып қойсаңыздар болады мына жерге. Мысалы, осы соңғы қойғанымыздың үстіне мысалы переход жасайық. Эффектке келеміз де. Видео переход. Мына жерде мысалы мына бір переход әкеп, мынаны тастай салайық. Бізде осылай шығатын болады. Астына бөлігіміз. Мына астына тастай салайық. Осылай кетіп қалатын болады. Түсіндіңіздер ғой да? Бұлай шығады. Осылай кетіп қалады. Мысалы жерде тағы біреуін көрсетіп кетейін сіздерге. Мынау заголовок дегенді әкеп мысалы тастай салайық. Ол бізде қалай шығады? Осылай жазу шығады. Осыны өзгерту үшін мынаны үстіне басамыз да. Мына заголовок деген үстіне 2 рет бассақ бізде қызарады. Осы қызарғанды алып келеміз де. Не деп жазамыз мысалы? Оңай монтаж деп қояйық. Оңай монтаж. Имя эпизоды деген астында бір керек болмайтын болса, мына тұстан көздің тұсына апарып бассаңыздар өшіп қалады. Енді не істейміз? Сосын жазу шығады. Бұл жазуды сіздер мына ұзындығын қысқартып, үлкейтсеңіздер де болады. Мына қарасаңыздар. Қай жерге қоясыздар, былай қоя берсеңіздер болады. Кез келген ыңғайлы жерге қоясыздар. Келесі бізде мынау айта кетейін мына жерде. Жаңа тастаған переходымыз бар ғой, мына переход. Осы переходтың жазудың кетіп қалады мысалы. Үстіне апарып мышканың оң жағын бассаңыздар, задач длительность переход деген бар. Осыған кіреміз де, мына жерде переходтың длинность. Переходтың ұзақтығын қоямыз. 12 секунд болса, 40-қа қойық. Окей. Қарасаңыздар, мына ұзарып кетті, мына жаққа дейін. Бізде ақырын кетеді, көрдіңіздер ма? Мынау астыға шыққан жазу бізде ақырын жоқ кетеді. Дәл осылай сіздер мынау шыға берішіге де қойып қойық тоже задач. 40 деп қойып қойық. Окей. Ақырын шығады да. Ақырын жоғалып кетеді. Осылай жасасаңыздар болады. Жасаған видеомызды сақтайық. Файл, экспорт, медиа контент. Мына жерде Adobe Premiere Pro бағдарламасының ұсынған параметрлері, барлық параметрлері өзгертсеңіздер болады. Мына жерде сақтайтын жерді белгілейміз. Мысалы бізде рабочий стол деп тұрады. Рабочий столды қоямыз. Видеоны істейміз 27 мегабайт бізде. Видеоны сақтаймыз, экспорт. Міне достар, бізге Adobe Premiere Pro бағдарламасы видеомызды сақтап берді. Енді осылай ашып көре берсек болады.
Ал достар, оңайматтар марафонның осымен екінші сабағы аяқталды. Сіздерге үлкен алғысымды білдірем. Бүгінгі үйренген үлгілермен дәл осылай сіздерде видеоларды құрап, түрлі жазулар қойып, переходтар қолданып, эффекттер қойып, видео жасап, инстаграмға салып, мені белгілеп қойсаңыздар, сіздермен жасаған видеоларыңызды бірге талқылайтын боламыз. Барлықтарыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше.